Сәлем достар, бұл мен Айдана, акушер-гинеколог. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомыз жүктілік тестін қалай жасаймыз. Соған қысқаша нұсқаулық ретінде осы видеомды ұсынамын. Ең алғаш жүкті қыз-келіншектер осы тесттің не үшін жасалатынын, қай кезде жасалатынын және қандай нәтижелер көруге болатынын, шынымен де жүкті ма, жүкті емес па, соны ажырата алмай жатады. Сол сұрақтардың барлығына нұсқаулық ретінде осы видеомды ұсынамын. Әрине сіздерден лайк, кері байланыс, видео туралы ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарийға жазып кетсеңіздер, және де видеоны соңына дейін көріп, ұнаса таныстарыңызға таратсаңыздар. Жалпы жүктілік тестін қашан жасаймыз? Жүктілік тестін етекір циклыңыз кешіккен, яғни етекір күні кешіккен задержка болғаннан кейін бір күннен бастап жасаса, нақты нәтиже алуға болады. Бірақ жүктілік белгілерін сезсеңіз, онда етеккіріңізге дейін 1-2 күн бұрын алдын жасасаңыздар да нәтиже көрулеріңізге болады. Қазір сіздерге шағын нұсқаулық ретінде түсіндіретін боламыз. Тест жолағы алдымен зәрді таза тысқа жинаймыз. Одан кейін тест жолақты пакетті ашамыз. Оны зәрлі ыдысқа тік бағытта жолағы төмен бағытталған түрде 10 секундқа батырамыз. 10 секундтан кейін алып, көлденең бағытта 3-5 минутқа қойып қоямыз. Енді нәтижесін бағаласақ, бір ғана сызық шықса, онда тест ерте жасалды. Біраз уақыттан кейін қайта жасау керек. 2 сызық шықса жүктілік. Ал егер анық емес шықса, онда тест ерте жасалған, біраз уақыт күтеміз. Ал егер мүлде жолақ шықпаса, егер ешқандай белгі шықпаса, яғни бір полосканың өзі шықпаса, онда бұл тесттің мерзімі өткен немесе жарамсыз тест болуы мүмкін. Сонымен қорытындылай кетсек, егер 2 жолақ көрсеңіз, қою, анық жолақтар көрсеңіз, онда сіз жүктісіз. Егер біреуі бозғылжаны анық емес, бір қанық түс көрсеңіз, онда жүктілік болуы мүмкін. Тесті ерте жасап қойуыңыз да мүмкін. Сондықтан біраз күтіп, 2-3 күннен кейін қайталаймыз. Ал егер тек қана бір жолақ қана көретін болсаңыз, онда жүктілік жоқ, немесе ерте тексердіңіз деген сөз. Міндетті түрде тесті таңертеңгі ең алғашқы зәрге тексерген дұрыс, және де жаңағы көрсеткен бағыттағы белгіден асып кетпеуі қажет зәр. Және де оны көлденең бағытта қойып қоямыз, видеода көргендеріңіздей. Одан 5-10 минуттан кейін нәтижесін бағалауға болады. Кейбір қыз-келіншектерде тесттен бөлек жаңа жүктіліктің алғашқы белгілерінен ақ өздерінің жүкті екенін біліп жатады. Мен тестті бірге тексеру арқылы өзінің нақты жүкті екеніне көз жеткізеді. Егер жүктіліктің алғашқы белгілері қандай болады деген сұрақ туындаса, онда менің каналымда арнайы жүктіліктің алғашқы белгілері деген видео бар, соны барып көрсеңіздер болады. Және де описание бөліміне мен сол видеоның сілтемесін қойып қоямын. Одан кейін, егер теріс нәтиже көрсеңіз, онда етеккіріңізді күтуіңіз керек болады. Кей жағдайда стресс, климаттың өзгеруіне байланысты, гормоналдық өзгерістерге байланысты кейде етеккір кешігуі мүмкін. Қандай жауап көрсеңіз де қатты үміттенбеңіз. Мүмкін бұл жолы болмаса, келесі жолы сәті түсіп, жүкті болуыңыз ықтимал. Сіздерге денсаулық тілеймін. Әрбір қыз-келіншектің дені сау болу керек, себебі сіздің денсаулығыңыз болашақ ұрпақтың денсаулығы. Сондықтан әр қыз-келіншек өзінің денсаулығын күтсін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.